Білім болашаққа бастар жол болса, сол жолды жарық ететін ұстаз. Мен үшін мұғалім болу тек қана мамандық қана емес, үздіксіз ізденіспен үлкен жауапкершілікті талап ететін өмірлік ұстаным. Армысыздар, жаңа Қазақстанның білімін ұлықтаған, болашақтың жасампазы ұлағатты ұстаздар. Мен Өмірзақова Нұрзия Хабиболлақызы, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Дергісек елді мекенінде орналасқан, президентіміздің бастамасымен жүзеге асқан жайлы мектептер жобасы аясында салынған келешек мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі және директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының педагог зерттеуші екінші санатты басшы орынбасары. Ағылшын тілі жай ғана пән емес, ол әлемге, білім мен ғылымға, кәсіби өрлеу мен тұлғалық дамуға жол ашатын кілт іспеттес. Осы орайда менің ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде негізгі миссиям білім алушыларға тілді білу міндет емес, мүмкіндік екенін ұғындыру. Қазіргі қоғамға тек ағылшын тілінің грамматикасын білетін емес, сол тілде еркін ойлайтын, пікір алмасатын, әлеммен байланыс орната алатын тұлға қажет. Осы мақсатта бірнеше жылдан бері өзімнің ағылшын тілі сабақтарындағы оқытудың белсенді әдістері атты авторлық жобамды жүзеге асырып келемін. Бұл жобаның басты ерекшелігі оқушы сабақты тыңдаушысы емес, белсенді қатысушысы болуы. Әр сабақта диалог, пікірталас, рөлдік ойындар, өмірлік жағдаяттарды модельдеу арқылы оқушылардың табиғи тілдік ортасын қалыптастырамын. Тілді үйретудің ең тиімді жолы оны қарым-қатынас құралына айналдыру. Сабақтарымда интерактивті платформаларды, цифрлық ресурстарды және жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырып, олардың сыни ойлау, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытып келемін. Заманауи білім беру талаптарына сәйкес әзірлеген Smart ұстаз атты педагогикалық идеям аудандық кезеңде бірінші орын иеленіп, облыстық кезеңде жоғары бағаланып жеңіспен оралдым. Жобаның басты мақсаты ағылшын тілін оқытуды жеңіл, қолжетімді, тиімді әрі қызықты ұйымдастыру. Осы мақсатта ағылшын тілін үйренуге арналған ең тиімді, тегін әрі сапалы цифрлық платформалар, мобильді қосымшалар мен білім беру сайттары бір жүйеге келтіріліп, арнайы жинақ дайындалды. Аталған жинақ оқушылардың өздігінен білім алуына, оқу материалдарын кез келген уақытта қайталауына, тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын кешенді дамытуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл ресурстар мұғалімдердің де сабақ барысында цифрлық құралдарды тиімді пайдалануына жағдай жасап, оқу үдерісінің сапасын арттыруға ықпал етеді. Мұғалім ізденісін тоқтатқан күні мұғалім болудан қалатыны бәрімізге мәлім. Сол себепті заман талабына сай, бәсекеге қабілетті мұғалім болу мақсатында өз білімімді үнемі жетілдіріп отырамын. Жылына бірнеше рет біліктілік арттыру курстары мен семинарлар, шебер сыныптарына қатысып, алған білімімді, тәжірибемді өз әріптестермен бөлісемін. Онымен шектелмей, аудан, облыс, республика, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысып, мақалаларым жарияланып, тәжірибемді көпке таратудамын. Осы бағытта ұлттық ойындарды ағылшын тілі сабақтарында қолдану тақырыбында ғылыми әдістемелік мақалам жарық көрді. Жүйелі жүргізілген жұмыстың нәтижесінде оқушыларым пәндік олимпиадаларда, ғылыми жобаларда, түрлі деңгейдегі байқауларда жоғары жетістіктерге жетіп келеді. Әрбір жеңіс оқушы еңбегінің жемісі ғана емес, мұғалімнің дұрыс таңдалған әдістемесінің нәтижесі деп білемін. Мен үшін білім сапасының басты көрсеткіші марапаттар саны ғана емес, ең үлкен жетістік кеше ғана ағылшын тілінде сөйлеуге қымсынған оқушының бүгінгі өз ойын сенімді жеткізуі, өз мүмкіндігіне сенуі және үлкен мақсаттарға ұмтылуы. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады демекші, өзім басшылық жасап отырған ұжымда педагогтар жұмысын жоспарлап, қоғамдық өмірде де белсенділік танытып, қайырымдылық шараларына қатысамын. Шығармашылыққа бейім ұстаз болғандықтан, мерекелік іс-шараларда домбыра шертіп, сахнада ән айтатыным бар. Сондай-ақ жас мамандарға тәлімгерлік жасап, дұрыс бағдар беріп, ақыл кеңесімен бөлісемін. Салауатты өмір салтын ұстанып, спорттық шараларда да бой көрсетуге тырысып келемін. Мен өз кәсібімді сүйемін, үнемі ізденемін және білімді, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу жолында аянбай еңбек ете беремін.